Сәлем, менің атым Парақ, ағаш болма, қағаз бол. Осындай шағын 2D анимацияны ешқандай компьютерлік программасыз қарапайым телефон арқылы қалай жасауға болады. Ол үшін сіздерге CapCut деп аталатын приложение керек. Бұл деген App Store'a кіріп қарайтын болсаңыздар, былай деп жазасыздар. CapCut. Іздеу алаңына мына бір приложение шығады, қосымша. CapCut. Мінекей осы қосымшаны орнатқаннан кейін осы қосымшаның ішіне кіріп жұмыс жасауға болады. Ең алдымен қандай да бір видео жасамас бұрын, анимация жасамас бұрын сіздерге алдымен идея керек, яғни жасалатын тақырыптың мәтінін жазып алуларыңыз керек. Одан кейінгі кезекте сол мәтінді жүзеге асыру үшін сізге кейіпкерлер қажет. Google'a кіріп іздейміз жаңағыдай. Мысалы cartoon, paper, character. Осылай іздейміз. Картинканы басамыз. Одан кейін өзімізге қажетті кейіпкерді іздеп табуымыз қажет осы жерден. Бұлардың көбісі негізі ақылы суреттер. Мінекей мынау мысалы маған ұнап тұр. Мысалы осыны жүктеп алатын болсақ, скачать. Негізі осы FreePic дейтін сайт бар, осы сайттың суреттері ұнайды маған. Іздеген кезде соңына осы сөзді қоссаңыздар болады. Бұл ключевое слово FreePic PNG. Мінекей осы сайттың суреттері өте әдемі. Осындай кейіпкерлерді іздеп алсақ болады. Келесі кезекте бізге артқы фонына сурет керек. Milk wallpaper. Немесе white, немесе gray деп іздесеңіздер де болады. Gray wallpaper. Light. Кішкене ақшылдау. Мінекей. White деп іздейікші. Жарайды, өздеріңізге ұнайтын іздеп табасыздар. Қазір уақыт жоғалтып баса ауыртпайық. Осыны жүктеп ала салайық. Кейіпкерімізді жүктеп алдық. Ендігі кезекте бізге YouTube'ға кіріп өзімізге қажетті видеоларды тауып алуымыз керек. Ол үшін cartoon, character, lip sync және ключевое слово, кілт сөз green screen. Яғни хрома кей видеолар, артқы фоны сондай. Енді осы жерден өзімізге қажетті видеоны іздеп табамыз. Мысалы осыны алайық. Поделиться. Копировать ссылку. Немесе тікелей Телеграмға барсақ болады. Мен өзім Телеграмды үнемі қолданамын. Телеграмда Godzilla Downloader деп аталатын бот бар. Телеграм бот. Осы жерге кіріп, сілтемесін енгізсе, ол маған видеоны сапалы
форматта жүктеп береді. Мысалы 720 мінекей видеомыз жүктелді. Оны галереяда сақтап аламыз. Одан кейін кезекте жаңағы жүктеп алған кейіпкерді Photoshop арқылы өңдеуге болады. Мен өзім үнемі үйреніп қалған Photoshop арқылы өңдеймін. Ал сіздер Photoshop'ты алмастыратын, егер қолдарыңызда ноутбук, компьютерларыңыз болмаса, алмастыратын басқа қосымшаларды қолдансаңыздар болады. Мысалы Canva. Canva бұл суреттерді өңдеуге қолайлы тегін қосымша. Немесе одан басқа да көптеген Photoshop секілді қосымшалар бар. Соны алмастырсаңыздар болады. Мысалы, осылар арқылы фотоларды өңдеуге болады. Мен өзім үнемі Photoshop'ты қолданам. Photoshop арқылы, компьютер арқылы өңдеймін. Ал қазіргі кезде Photoshop'ты алмастыратын, телефон арқылы жасалынатын қосымшаларды өте көп. Мысалы, осындай кез келген біреуін іздеп тауып, мысалы мен мынаны қазір орнаттым. Монтаж фото, background eraser деп аталады. Осы арқылы жаңағы фотоның артқы фонын өшіруге тырысамыз. Мысалы, алғаш рет кірген кезде создать батырмасын басасыздар, одан кейін жаңағы фотомызды іздеп табамыз. Жүктеп алған мінекей артқы фонын өзі автомат түрде өшіріп тастады. Сақтаймыз галереяға. Фотомыз сақталды деп тұр. Қарап тексеріп көрейік мінекей. Фотомыз PNG форматта сақталды. Ендігі кезекте CapCut'тың ішіне кіреміз. Жаңа проектке барамыз. Біз мынау наложение дегенді алып тастаймыз. Артқы фоны өшірілген суретті қоямыз ендігі кезекте. Добавить фото. Мінекей. Добавить. Көріп отқандарыңыздай кейіпкеріміз артқы фонсыз енгізілді. Кейіпкерді дәл ортаға қоямыз да. Келесі кезекте біз оның аузын липсингті орнатамыз. Видеоға кіреміз. Соңғы жүктеп алған видеомыз мынау. Наложение арқылы осылай орнатамыз. Келесі кезекте видео дорожканың үстінен басып тұрып, біз вырезка деген бар. Кесу. Осыған келемізде хромакейге келеміз. Хромакейге келген кезде бұл по умолчанию, яғни дефолтный күйде осылай пайда болады. Яғни мынау шеңбердің үстінен басып тұрып кішкене қозғалсақ, шеңбердің ішіндегі суреті өзгереді. Міне көріп отқандарыңыздай. Мына дәл ортасына келген кезде ақ болады, қоңыр болады. Бізге жасыл фонды өшіріп тастау керек. Сондықтан жасыл ауданға алып барып орнатамыз да. Одан кейін интенсивностьқа барып 50-ге дейін жылжытамыз. Тень, яғни көлеңкені 50-ге дейін жылжытамыз. Одан кейін жаңағы Enter'ді басып қалпына келтіреміз. Мінекей біздің липсинг ауыз орналасты. Сәл астыға қарай жылжытамыз. Осылай орнатсақ болады. Және де видеоның дауысын өшіріп тастаған абзал. Мінекей көріп отқандарыңыздай біздің кейіпкеріміздің аузы қозғалып жатыр. Липсинг жұмыс жасайды. Мына жерде кейіпкердің өзінің көзінің астында ауыздың белгісі тұр. Соны жаңағы Canva арқылы немесе жаңағы қосымша монтаж фото деп аталатын қосымша арқылы аузыны мүлдем өшіріп тастасаңыздар болады. Одан кейін кезекте мінекей кейіпкер аузы қозғалып сөйлеп жатқандай әсер береді.
Мінекей болды, осындай қарапайым тәсіл арқылы шағын 2D анимация жасауға болады. Оны сақтаймыз. Мінекей біздің видеомыз дайын. Мінекей шықты, дайын болды. Аузы міне қозғалып тұр. Бұған тек қана дыбыстау ғана жеткілікті. Дубляжын жасайсыздар. Дубляждың өзін тікелей жаңа CapCut'тың ішінде жасауға болады. Мысалы, мына жерге қойып, звукты басасыздар, одан кейін записать деген бар. Батырманы басқаннан кейін қазір басталады. Тест, тексеру, кейіпкердің сөйлеуін тексеру. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Қайтадан осы батырмаға басасыздар. Сонымен болды. Одан кейін бұны өңдесе де болады. Даусыны көтерсеңіздер болады. Тест. Шумын өшіріп тастауға болады. Тест. Одан кейін дауыс эффекттерін енгізуге болады. Мысалы, тест, тексеру, кейіпкердің сөйлеуін тексеру. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мінекей, осындай қарапайым тәсілдер арқылы осындай керемет нәтиже шығаруға болады. Сәлем, менің атым Парақ, нәсілім қағаз, тегім ағаш. Менің болмысымның 70%-ын ағаштан шығатын целлюлоза құрайды, және қалған 30%-ын липид, крахмал, калий, желім, карбонат секілді химиялық заттардан тұрады. Мен өзімнің шығу тегімді білемін және нәсіліммен мақтанамын. Осы сатқын ағаш қолдар бәле болды. Өзіміз қағаз бола алмай жүргенде, бұлар ағаш қылғысы келеді. Қағаздар ешқашан ағаш болмаған. Ағаш болма, қағаз бол.